Баршаңызға сәлем достар. Менің есімім Ақбөпе. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келдіңіздер деймін. Бүгінгі менің тіршілігім, мен өткен видеомда көрсеткенмін, мына бір екі орхидеямды реанимашка ғой, енді былай. Осыларды тамырлары онша болмай тұр. Соны мындай мохқа отырғызым келіп тұр. Өткен жолы көрсеткен, міне мынау тамырында міне отростық шығарған. Міне көрінеміз, міне екі жапырақ, міне мынау жапырақ, міне отростық ол. Сол тамырлары что-то слабый болып, біртүрлі болып тұр, соны мохқа отырғызым келіп тұр. Екіншісі міне тамыры тоже ақырын жай шығып жатыр, совсем жай. Соны мохқа отырғызам қазір. Мох болғанда мох, сосын кішкене қара, керамзит, сосын древесный уголь қосып араластырдым. Бұны енді қазір кішкене сулап аламын. Сулағанда мынау мынандай орхидеяның топырағының ішінен мынандай удобрение шыққан, өткен видеода көрсеткем. Осыны 1 литрге 1 ампуласын араластырамыз. Оны араластырып міне тағы құйып алдым. Енді осыған мыналар астында қалып қойып отыр. Мынау керамзит салып қойғам. Сол керамзитке кішкене астына салып жіберем. Мына бір тамыры кішкене ұшы қарайып тұр, мұны алып тастағым келіп тұр. Қайшына перекиспен обработать етіп алдым. Міне аузын аштым. Қалғандары өте жақсы. Кескен жерімді кішкене куркумамен обработать етіп ала салайын. Өйткені ашық не сосын мына жерде жаңа жапырақ шығарып келе жатыр еді. Сол жапырағы шықпай қалды, құрап кетті что-то. Значит, мына уже су дұрыс болмай жатыр ма? Содан мен мынаған отырғызам. Қатты нығыздамайым. Өйткені тамыры бос өсу керек. Ал. Молодец. Ойнандырған шықты. Мен енді екіншісін отырғызам. Бұның тамыры жақсы, бірақ өте жай өсіп жатыр. Сол мохқа отырғызсам енді ары қарай өсетін шығар деген үміттемін. Мінекей достар, отырғыздым. Енді мынау жаңағы удобрениені түбіне жақсылап тағы сеуіп қоям. Беттеріне де шашуға болады.
алдыңғы отырғызған орхидеяларымды көрсете салайын. Міне жағдайлары өте жақсы. Міне сондай сочный болып әдемі болып тұр. Мынау кішкене күшіне әлі ала алмай жатыр, бірақ ақырындап қатайып жатыр жапырақтары. Енді мынау удобрениені тоже осы басқа орхидеяларыма және басқа гүлдеріме де шашып аламын қазір. Осылай. Осылай. Енді мынау гүлдерім ары қарай жақсы өседі деген үміттемін. Баршаңызға қайырлы күн достар. Мынау жаңағы видеоның жалғасы болсын. Мынау орхидеяны осы мохқа отырғызғаныма 23 август күні отырғызыппын. Бүгін 10 сентябрь, 18 күн болды. 18 күннің ішінде міне сонда көрсеткенімде мынау жапырағы шырты жіберді деп едім ғой. Мына басы құран қылып тұрды, бірақ мына жапырақты шығарды. Ал бірақ мынау тамырын қарасам, тамырлары мына маңызсыз и мынандай қарайтып жіберіп тұр. Мына тамыр шығып жатқан түптеріне кетіп жатыр да міне. Егер мынау шірісе, мына стволының бәрін шірітіп, гүл өліп қалуы мүмкін. Соны енді қазір мен тазалап, обработать етіп, міне мына отросткасы деп едім ғой міне. Мына отросткасы сол ғой не өспейді, не етпейді, қатып тұр да міне. Мына отросткасы міне 3 жапырақ. Тағы да болса міне 3-ші жапырағын шығарыпты. Соны қазір енді мен обработать етіп, жай керамзитке отырғызайын деп отырмын. Енді бір жыры бітпейтін болды бұның. Мынау екіншісі, міне осылай мынандай, мынаның асты тесік қой, мынандай асты тесік емес ыдысқа осылай сап қойған. Мынау мох постоянно влажный болып тұрады ғой. Ютубта ақтарсам, тікелей солай мохқа отырғызуға көбісі отырғызбаған негізінде. Сонда постоянно влажность болып тұрғаннан кейін мынаның шейкасын шірті жібереді екен да. Мына екіншінің мынаның түрі міне. Тамыры сол ойы тұр міне. Не өспейді, не. Жаңағы екеуі де бір-бір жапырақты сарғайтып тастады. Оны мен түсірмеппін. Екеуінен де бір-бір жапырақ сарғайып түсті. Оны менде обработать ететін перекс. Перекс болмаса мынандай хлоргексидин деген болады. Бұл да болады обработать еткенге. Қайсысы бар, соны мен қолданамыз. Зубочисткам таусылып қапты, міне инемен тазалап көремін қазір. Мына тамырлары шыққан, сол тамырларының түптерінің бәрін қарайтып жіберген ғой. Сол енді ары қарай шіріп кете ма деп қорқып тұрмын мен. Кәдімгі қап-қара болып кеткен ғой. Канцелярский ножбен көрейік. Бұл гүл дегенде бір бала сияқты ғой. Дұрыстап қарамасам кәдімгідей өспейді. Тем более мына орхидея деген өте капризный гүл. Міне көрдіңіздер ме, мынаны ашсам ары қарай қара-қара болып тұр да, қап-қара болып кетіп жатыр міне. Уже гниль ішіне түскен деген сөз. Мен жапырақты алып тастаймын. Қараңыздар, ішінің бәрі қап-қара болып тұр. Жапырақ сарғайғанда, егер түбінен бастап сарғайса, ол шейкасында бір кінәрат бар деген сөз екен да. Ал егер
ескі жапырақтары сарғаяды, ол мынау ұшынан бастап сарғайса, ол нормально. Ал егер түбінен бастап сарғайса, не? Қазір беремін қызым, қазір тұра тұр. Егер түбінен бастап сарғайса, ол значит мынау не дейміз, мынау стволында бір кінәраты бар деген сөз екен. Қандап көреміз қазір тазалап. Тазаламасаң, ол ары қарай одан сайын шірітіп, гүлің вообще өліп қалады. Мінекей достар, міне тазалап болдым, міне барынша тазаладым вроде. Қарайғандардың бәрін арасын нетіп, бұлар енді гниль емес, жай нелер. Міне в итоге 2 жапырағын алдым. Жаңағы ақырған тазалап атқан өзіне мынау матроскасын түсіріп алдым. Міне матроска кесіліп кетті, абайсызда түсіріп алдым. 3 тамыр кесілді. Енді бұны қазір мынау қаншама кесілді, мына перекспен обработать етем бүкіл тамырын. Қазір кішкене тұра тұрсын. Мына екінші не, бұнда гниль жоқ. Просто жай қазір мынандай дайындап қойдым, мынандай прозрачный стаканға. Осыған су құйып, осылай өсіріп көремін енді, осылай. Кішкене жатты. Енді бұны негізі Максим болса, Максиммен обработать еткен өте жақсы. Менде енді Максим жоқ, куркума бар, сол куркумамен обработать етем енді, басқа затым жоқ. Кесілген жердің бәріне осылай салып, осылай көреміз енді. Мынау астында су буланып, мынаған ылғал беріп тұрады. Содан осылай өсіреді деп ойлаймын енді. Осылай салып қойдым, енді мынандай қызымның ойыншықтары ғой, қыздарымның. Как тепличка қылып осылай салып қоямын и жылы жарық жерге қоямыз. Осылай эксперимент жасап көремін, енді осыдан шықпаса енгіземін. Енді мына жапырақтарды тастай салуға обалсынып тұрмын. Бұны жапырақтан да матроска шығарып жатады. Қарайған жерлерін алып тастап. Тоже обработать етіп.
кішкене кеуіп жата тұрсын. Сосын мұққа салып көрем. Шықса шығып жатар, шықпаса оны көрейік. Көреміз. Құмаға салып алайын. Эксперимент жасап көрейік. Болар ма екен, болмас па екен. Көреміз енді. Мынау кішкентай бөпешкамыз міне. Бұл балай осынша ақырын еттім, соның өзінде кесіп алдым. Бұны да салып қоя салайық енді. Прямо обал. Көреміз енді. Болса болады, болмаса өндіріп. Не бұл, жарайды қазір. Ал міне енді достар, менің экспериментім осылай енді бүгінгі. Жыры бітпейтін эксперимент болды бұл. Осылай егіп қойдым енді, мынаны жылы жерде, жарық жерде қоямыз екен де. Көреміз енді ары қарай не болатын. Ал енді жақсы, сау саламатта болыңыздар баршаларыңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.